Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен математика сабағының 18-ші сабақ 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап, ауызша қосу және азайту тақырыбын өтетін боламыз. Сіздермен бірге Айдана Айдарқызы. Сендер бүгін 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап қосу мен азайтуды үйренетін боласыңдар. Олай болса, бірінші есепке назар аударайық. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір, қорытынды жаса. Бұл жерде 68 саны мен 32 санының қосындысы берілген. Екі санның, екі тақпалы санның қосындысын табу үшін ең алдымен біз мына тұрған 68 санын жіктеп аламыз. Яғни санның құрамын тауып дөңгелектеп аламыз. 60 және 8 саны. Келесі 30 және 2 саны. Бұл жерде 60 ондық, 8 бірлік. Енді екі таңбалы сандарды, ондықтарды бір-бірімен, бірліктерді бір-бірімен біріктіретін боламыз. Сонда 60 пен 30-ның қосындысы 90 және 8 пен 2-ның қосындысы 10 болады. Сонда біздің екі қосындымыздың мәні 100-ге тең болады. Ал балалар, сендер бұл жерде 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап қосуды үйреніңдер. Ал енді келесі. Мына ережені естеріңізге сала кетейін. Бірліктерден бірліктерді қосамыз және бірліктерден бірліктерді азайтамыз. Келесі ондықтардан ондықтарды қосамыз және ондықтардан ондықтарды азайтамыз. Осы ережені ұмытпауымыз керек. Енді біз 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап азайтуды орындаймыз. Мына жерде 100-ден 32 санын азайтқан. Бұл жерде 100 бізде дөңгелек сан болып тұр, ал 32 санын біз өзіміз дөңгелектеп жіктеуіміз керек. 32 саны 30 бен 2-ның қосындысынан тұрады. Енді біз 100 бен 30-ды, яғни ондықты азайтамыз. Ал 70 болады, 70-тен бірлікті азайтамыз. Сонда 68 саны шығады. Келесі қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығарыңыздар деген. Осы есепті өздеріңіз мен көрсеткен мысалдағыдай шығарып ұстаздарыңызға тексердіңіздер. Келесі екінші есепке назар аударайық. Номері екінші есеп: өрнектерді 3 топқа бөліп жаз және мәндерін тап. Бұл жерде 100 бен 32-ның айырмасын, 100 бен 53-дің айырмасын бір топқа жіктейміз және 60 бен 13-дің, 80 бен 12-дің екінші топқа жіктейміз және 29 бен 39-ның қосындысын, 19 бен 28-дің қосындысын үшінші топқа жіктейтін боламыз. Және алдыңғы бірінші мысалымыздай есептерді, яғни ондықтар мен ондықтарды азайтамыз, бірлікті содан соң барып азайтамыз. Ал егерде ондықтар мен бірліктер қатар тұратын болса, бірінші ондықтар мен ондықтарды, содан кейін бірліктер мен бірліктерді азайтатын боламыз. Және осылай үш топқа жіктеп мәнін табатын боласыздар. Келесі үшінші есеп: 13-тен 16-ға дейінгі екі таңбалы сандарды жаз деді. 13-тен кейінгі сан ол 14, 15 және 16 сандарын, екі таңбалы сандарды жаз деген. 13, 14, 15, 16 сандарын жазамыз және олардың әрқайсысын 9-ға азайтамыз. 13-тен 9-ды азайтамыз, 14-тен 9-ды азайтамыз, 15-тен 9-ды азайтамыз, 16-дан 9-ды азайтатын боламыз. 13 пен 9-дың айырмасы 4 болады. 14-тен 9-дың айырмасы, яғни бұны жіктеп алайық. 9 санын жіктесек, 4 пен 5, яғни қосындысы. 14-тен 4-ді азайтамыз. Ол шыққан саннан 10-нан 5-ді азайтамыз. Сонда 5-ке тең болады. 15-тен 9-ды азайту үшін де бірінші 9 санын жіктеп аламыз, санның құрамын тауып. Содан кейін 15-тен 5-ді, одан кейін 4-ді азайтатын боламыз. Сонда 6 саны шығатын болады. Енді келесі 16-дан 9-ды азайтамыз. 16-дан 9-ды азайту үшін де бірінші 9 санның құрамын тауып алайық. Яғни 5 пен 4-дің айырмасы. 16-дан 5-ді азайтамыз. 11 қалады. 11-ден тағы 4-ді азайтамыз. Сонда 7 қалады. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар. Атам 76 жаста, ал әжем одан 4 жас кіші. Әжем неше жаста? Ең бірінші есептің шартын құрып алайық. Атасы 76 жаста,
ал әжесі одан 4 жас кіші. Енді не істейміз? 76-дан 4-ті азайтамыз. 70 саны бізде ондық болып тұрғаннан кейін 2 бірліктен бірлікті азайтып аламыз. Сонда 6-дан 4-ті азайтсақ, 2 қалады. 70-ке 2-ні қоссақ, 70, ол баланың әжесі 72 жаста екен. Келесі есепке қараймыз. Әжесі 72 жаста, ал атасы 4 жас үлкен. Енді шешімін табайық. 4 жас үлкен десе, 72 мен 4-ті қосатын боламыз. Яғни бұл жерде 2 бірлік берілген, сондықтан 2 мен 4-ті жақшаға аламыз. Шыққан санды 70-ті 6-ға қосатын боламыз. Сонда атасы 76 жаста екен. Жақсы балалар, түсінсеңдер, ары қарай 5-ші есепке назар аударайық. 5-ші есеп. Мысалдарды шығар. 43 пен 57 санының қосындысы берілген. 43 пен 57 санының қосындысын табу үшін ең бірінші 43 санының құрамын тауып аламыз. 43 санының құрамы 40 және 3-тің қосындысынан тұрады. 57 санының құрамы 50 және 7-нің қосындысынан тұрады. Енді біз бұл жерде ондықтарды ондықтарға қосамыз, ал бірліктерді бірліктерге қосамыз. Сонда 90-ға 10-ды қоссақ 100. Дәл осы мысалға қарай отырып, келесі есептерді шығаратын боламыз. Ал ендеше 6-шы есепке назар аударайық. Әжем дүйсенбі, сәрсенбі және сенбі күндері қазақтың ұлттық сусындары шұбат, қымыз, айран жайлы әңгімелеп берді. Шұбат және айран туралы әңгімені дүйсенбі күні айтқан жоқ. Сәрсенбі күні қымыз бен айран туралы айтпады. Әжем қай күні қандай сусын жайлы әңгімеледі? Дүйсенбі күні шұбат және айран туралы әңгімені айтпаса, ол күні дүйсенбі күні қымыз туралы әңгімені айтты. Ал сәрсенбі күні қымыз бен айран туралы айтпаса, сәрсенбі күні шұбат туралы айтты. Ал сенбі күні айран туралы айтты. Жақсы балалар, бұл ойлан тап, яғни логикалық сұрақ. Біздің ойлануымызды сұрап тұр. Енді келесі сары түсті жолақшадағы сандар арқылы жасырынған сөзді оқы. Ол үшін 7 санына кестенің бір қатарындағы сандарды біртіндеп қос. Әр қосындының мәніне сәйкес әріпті тап. Мысалы, 7 мен 10-ның қосындысының мәні 17-ге тең. 17 санына сәйкес әріп М әріпі. Енді біз 7-ге 11-ді, 7-ге 12-ні, 7-ге 13-ті және 14-ті қосатын боламыз. Сонда бұл жерден отбасындағы мейірім деген сөз шығатын болады. Отбасындағы мейірім сөзінің мағынасын қалай түсінесің дейді. Отбасындағы ынтымақ, бірлік, балаға деген, анаға деген, әкеге деген мейірім туралы айтылған екен. Олай болса, отбасындағы әрбір отбасы мүшемізге мейірімділікпен қарайық. Жақсы балалар, олай болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.